Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гүлсая, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағанда шығатын керемет таңғы рецептімен бөлісемін, яғни сырники жасайтын боламыз, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге творог қажет болады, яғни творогымыз өте құрғақ болу қажет. Менде қазір 9%, және де барлық көлемі менде 400 грамм болады. Мінекей мен барлығын ыдысқа салып алдым. Енді осы творогтың үстіне қазір мен бір жұмыртқа қосамын. Егер де сіздің жұмыртқаңыз өте кішкентай болатын болса, екеуін қосуыңыз қажет. Және де 2-3 ас қасық болатындай шекерімізді қосып, жақсылап блендермен езетін боламыз. Егер де сіз блендермен езбейтін болсаңыз, сіздің сырникиіңіз өз формасын ұстамайтын болады. Сондықтан міндетті түрде блендермен езуіміз қажет. Егер сізде блендер болмаса, творогтың дайын, яғни езілген жұмсақ түрін алсаңыз болады. Дәл осы видеодағыдай барлығын езіп алатын боламыз. Сырникиіміздің әдемі әрі сапалы болып шығуы осы біздің творогке өте байланысты. Сондықтан сапалы творог таңдаңыздар. Үстіне осылай 3 ас қасықтан ұнымызды салып, бұл жолы блендермен езбейміз, осындай лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Дәл осы видеоның астына описание бөліміне толық рецептін жазып қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Барлығын дайындап алғаннан кейін енді сырникиімізді формаға келтіретін боламыз. Осылай қолыңызға және де үстелдің үстіне жақсылап ұнды молынан себіңіздер. Және де дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай бір ас қасықтың көлемінде ғана алып жатырмын. Мен қатты үлкен немесе өте кішкентай қылып жасамаймын, орташа қылып жасаймын. Екі қолдың көмегімен осылай ұнға ауната отыра дөңгелек формасын жасайтын боламыз. Егер де сізде арнайы сырники жасайтын форма, яғни дөңгелек болатын болса, сонымен жасасаңыз болады. Егер болмаса, дәл осылай қолыңызбен әдемілеп жасасаңыз да болады. Я болмаса, орнына стакан қолдансаңыздар да болады. Сіздерге дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Бірден бір жасағаны шығатын рецепт. Дәл осы рецептпен жасап, мұздатқышқа қатырып қойсаңыздар да болады. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да екіншісін жасап көрсетіп жатырмын. Мұқият қарап алыңыздар. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қазақша YouTube каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Дәл осылай барлығын алдын ала жасап аламыз. Менде шамамен 15 данасы шықты. Бұл тағам өте тез пісетін болғандықтан барлығын алдын ала осылай бір-бірдей қылып дайындап аламыз. Міндетті түрде астына ұн себуді ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте табамызға осындай сары май немесе маргаринді салып ерітетін боламыз. Немесе сұйық маймен пісірсеңіз де болады, бірақ сіздерге осындай сары маймен пісіруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде газдың астын өте жайға қоямыз, бірден күйіп кетуі мүмкін. Осылай әдемілеп салып, қақпағын жауып пісіретін боламыз. Екі жағын қызартамыз. Мінекей менде бір жағы қызарған, осылай екінші жағын вилканың көмегімен аударатын боламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, бір жасағанда шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Егер де майыңыз аздау болып қалып жатса, үстіне қайтадан сары майды салып жіберсеңіздер болады. Құрметті менің көрерменім, менің каналымда көптеген таңғы асқа жасауға болатын өте оңай рецепттер бар. Дәл осы видеоның астына ссылкасын қалдыратын боламын, сол жерден қарай аласыздар. Бір ескеретін жағдай, сіз маргаринді салған кезде қатты көп салмаңыз, себебі сырникилеріңіз майлы болып кетуі мүмкін. Осылай тарелкамызға әдемілеп салып, бетіне қант ұнтағын әдемілеп сеуіп қойсаңыздар, өте дәмді болып тұрады. Өзіңіз қалағандай қылып ұсынсаңыздар да болады. Осымен біздің таңғы асымыз дайын болды. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де каналыма өз пікіріңізді қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая, ас болсын.